Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бірінші сынып жаратылыстану. 30-шы сабақ. Сабақтың тақырыбы қараңғылықтың қажеттілігі. Бүгін біз сендермен осы тақырыпта сөз қозғайтын боламыз. Кел, ойланайық. Қараңғылық адамға қажет пе? Суретте не байқадың? Адамдар қай бөлмеде жайлы ұйықтайды? Бірінші бөлмеде өте жарық. Бұл да жатын бөлмесі. Ал екінші бөлмеде жатын бөлмесі. Бұл жерде қараңғы. Адамдар қай бөлмеде жайлы ұйықтайды? Өз ойыңмен бөлісіп көрші. Қараңғы деген жарықтың түспеуі, еш нәрсенің көрінбеуі. Жарық түспеу үшін адам бөлме терезелерін қараңғылайды. Қараңғы бөлме ұйықтауға жақсы. Қараңғылық театр, кинотеатр, планетарий, ойын-сауық орындарында қажет. Мәдени көпшілік орындарда қараңғылық не үшін қолданылады? Қане, осыны талқылап көрейік. Бұл жерде театр, балалар, қараңғылық не үшін қажет? Қараңғылық сахнадағы көрініс жақсы көрінуі үшін қажет. Тек жарық сахнаға ғана түсіп тұр, ал басқа жағына қараңғы болып тұр. Себебі сахнадағы кейіпкерлер қойылым жақсы көрінуі үшін. Келесі суретке назар аударайық. Бұл жерде де кинотеатр, дәл солай. Экраннан кино кейіпкерлері, кино немесе видеолар жақсы көрінуі үшін басқа бөлменің басқа шеттерін қараңғылайды. Сол кезде жарық, экранның жарығы бөлмеге түсіп, ішіндегі бейнелер айқын және анық көрінеді. Планетарий. Бұл жерде де дәл солай, балалар. Планетарий мына жаңа қабырғалардағы планеталар, суреттер, кескіндер, барлығы анық көріну үшін қараңғы қойып қойған. Тәжірибе жасайық. Сынып бөлмесін қараңғыла. Проектор арқылы экранға қолдарының көлеңкесін түсір. Қолымның көлеңкесін қалай үлкейтуге немесе кішірейтуге болады? Қараңғыда көздері жақсы көретін жануарлар бар. Олар күндіз ұйықтап, түнде жемтіктерін аулауға шығады. Олардың көздері адамдарға қараңғыда 6 есе өткір болады. Суретте бірінші сол жануарлардың 2 түрі бейнеленген. Бірінші суретте үкі. Бұл жануарлардың көзі өте өткір және ол қараңғыда жақсы көреді. Жарғанат. Бұл да, балалар, жарғанат қараңғы түскенді ұнатады. Тек қараңғыда ғана көзі көреді. Қараңғылықты өлшеу мүмкін емес. Өзіңді тексер. Табиғатта өздігінен жарық шығаратын денелер қатары. Дұрыс жауабын белгіле. Жасанды жарық көздеріне не жатады? Балалар,
Біз алдыңғы сабақта өткен сабақтарды есіңе түсіру арқылы сұрақтарға дұрыс жауап бере аласың. Адам жарықты не үшін қолданады? Тамақ дайындау үшін бе, демалу үшін бе, жарықтандыру үшін бе? Өз ойыңмен бөліс. Бөлмеге жарық түспеу үшін не істеу керек? Бөлме терезелерін қараңғылау керек. Бөлме есігін ашып қою керек. Бөлмені жылыту керек. Бұл жерде ойланып жауап бер. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.